Барлықтарыңызға сәлем, сіздермен мен Нұрсұлтан, Казак Дрим каналы. Бүгінгі видео Ирина Қайратовнаның талдаудың екінші бөлімі, және де одан да бөлек қосымша ақпараттар айтылады. Сіздерге видео міндетті түрде ұнауы тиіс. Қолдау ретінде жай ғана лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Ендеше біз бүгінгі видеоны бастаймыз. Кеттік. Өткен клиптің бастапқы бөлігінде қоңызды байқайсыздар. Жалпы бұл қоңыз пятка клипінде де қолданылған болатын. Жалпы бұл қоңыз пятка клипіндегі депутаттардың бөлмесінде картина болып ілініп тұрған болатын. Келесі кадрда Делакур осы қоңызды өлтіріп, аузына салып жеп қойғандығын көреміз. Келесі Хироның бөлмесіндегі ілініп тұрған қытайша жазу жалпы бұл Қазақстанның алтын айдаһары ломбарды деген мағынаны білдіреді. Қытайлардың қолындағы тұрған кітаптағы жазу да Қазақстанның алтын айдаһары ломбарды деген сөздің қысқартылған түрі болып есептеледі. Тердегі жазуларға келетін болсақ, жалпы бұл жерде өздеріңіз көргендеріңіздей iPhone 11, iPhone X-тің 6 данасы қанша тұрады деп жазылған. Төменгі бөлігінде тауарды қабылдай аласың ба және екі баланың есімі жазылған. Өкінішке орай дәптердегі қызыл жазуларды аударта алмадық, себебі бұл жазулар қытайлардың көне тілінде жазылған. Қытай тіліндегі жазуларды бізге аударуға көмектескен Chinese Mila аттағы аккаунт әрине кеш жауап бергеніне қарамастан бізге осылайша қолдау көрсетіп аударып берген үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Instagram аккаунттың сілтемесін описаниеге тастап кететін боламын. Келесі байқағаным Азамат Маркленовтың бөлмесіндегі тұрған картина. Жалпы бұл картинада кімнің белгіленгенін, кімнің бейнеленіп тұрғанын және де қандай нәрсеге отсылка жасалып тұрғанын білмедім. Мүмкін ол жерде ешқандай да мағынасы жоқ болуы мүмкін. Бірақ соңғы кадрда Алдиярдың бөлмесіндегі тұрған картинаны алып бара жатқан қыздардың артында осы Азамат Маркленовтың бөлмесіндегі тұрған картинаны байқаймыз. Одан бөлек Азамат Маркленовтың бөлмесіндегі вазаны да осы жерде байқаймыз. Менің жеке ойым ол Екатерина екіншіге сілтеме болды деп ойладым, себебі ол тек қана Азамат Маркленовтың Федормен болған арасындағы конфликт кезінде, яғни орыстармен болған кездегі конфликт кезінде сол бөлмеде ілініп тұрған болатын. Келесі байқағаным Азамат Маркленовтың текстарында вувей деген сөз жалпы қытай тілінен аударғанда бұл ойланушылық, пассивтілік деген мағынаны білдіреді. Жалпы негізгі қысқаша мағынасы ынталандырылмаған. Азамат Маркленов өзінің образын тек қана клипте көрсетпей, сонымен қатар өзінің текстінде да бізге байқатқан. Тағы бір байқағаным осы қыз бұл Шырын Нарчаева қазақтың сәукелесімен суретке түсіп желіге жүктеген кезде Қазақстандағы ең үлкен хайп жасаған қыздардың бірі және де осы образға сол қызды шақырып қойғандығын көреміз. Бүгінгі келіп жеткен 8 наурыз халықаралық әйелдер қыздар арулар мейрамымен Казак Дрим арнасындағы қыздар мен аруларды 8 наурыз күнімен шын жүректен құттықтаймыз. Қосымша ақпарат Ирина Қайратовналар келесі кезекте бір клиптарына дайындалып жатыр және де TikToktан және де Ирина Қайратовнадағы Алдиярдың Инстаграмнан осы бейнені байқап қалдым. Жалпы Ирина Қайратовнаның жерлеу рәсімінде тұрғандығын аңғарам және де бұл келесі клиптің негізгі сюжеті болуы мүмкін, немесе бұл осы проекттің соңы деп те айтып жатады. Әрине бұл проекттерінің соңы емес деген ойдамын, себебі осыншама еңбектен кейін олардың тастап кетуі екіталай. Осы сюжет туралы сіздер не ойлайсыздар? Міндетті түрде комментарийға жазып кетіңіздер. Сіздерден міндетті түрде сіздердің ойларыңызды күтетін боламыз. Бүгінгі видеомыз аяқталды. Сіздерге видео ұнады деген ойдамын. Видеоға қолдау ретінде жай ғана лайк басып, комментарий жазып, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Нұрсұлтан, Казак Дрим каналы. Келесі видеода жолыққанша қош сау болыңыздар.